Бүгінгі видеода баланың іш кебуі туралы айтатын боламын. Менің жағдайымда балада 6 ай бойы іші кепті. Баботик, укропная вода, тағы да көптеген дәрілерді қолдандым, бірақ та ол моментально ғана көмектеседі, одан кейін көмегі тиген жоқ. Ішіне жел қарысқан соң бала өзі дәретке отыру қиын болатын. Сондықтан да күнде оған сағат тілімен ішін уқалап отырып, айналдырып, дәретке отыруына, желін шығаруға көмектесетінмін. Сондағы мен білмеген информация, баланың кіндігіне ауа кіруі мүмкін екен, кішкентай сәбилердің. Сондықтан да тиын, 50 теңгелік тиын болсын, штыматтаға орап, байлап ұстау қажет екен. Сол кезден бастап баланың ұйқысы тыныш, іші кеппей, жақсы ұйықтайды екен. Мен ол информацияны білген жоқпын, соның салдарынан баланың да өзімді де қинап, ол іші кепкеннен түнде көбінесе ұйықтамайтын. Сондықтан да осы методты қолданып көрсеңіздер болады. Берілген ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Міндетті түрде каналдағы видеоларды көріп шығыңыз, подписация етуді ұмытпаңыз.